Ассалаумалейкум қыздар. Менің парақшама қош келдіңіздер. Бүгін меренгалық рулетті жасаймыз. Жұмыртқаның ағын қатты көбік болғанша миксерлеп аламыз. Біртіндеп Сахарпудраны қосамыз. 1 шай қасық лимон сығындысын қосамыз. Миксерімізді тоқтатпай кукурузный крахмалымызды қосамыз. Дайын болған смесімізді пергамент қағазға бір қалып тығып жайып аламыз. Духовкаға 150 градусқа 30 минутқа қоямыз. Абайлап пергамент қағазымызды алып, крем чизімізді жағамыз. Салмасына кез келген жеміс немесе жидекті қолдансақ болады. Мен бананды қолдандым. Бір шетінен ұқыпты қылып айналдыра бастаймыз. Өзіміздің қалауымызша сәндейміз. Меренговый рулетіміз дайын. Ас болсын. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаймыз.